Жүкті әйелдің толғақ келмей қалғандағы не жағдай екенін айтқым келіп отыр. Және қалай толғақты келтіреді. Кей жағдайларда болады, жүкті әйелдер толғақ келмейді. Маған осы аптаның басында жүкті әйел келді. Толғақ жоқ, уақытысынан өтіп бара жатыр. Ақырын қарасам, іштегі бала мына иығы тіреліп қалған былай. Иығы тіреліп қалғанда бала былай айнала алмай тұр. Бала негізі басымен дұрыс келіп тұр, бірақ иығы кішкене қасақана сүйек дейміз ғой, қасақана сүйекке кіріп тұр. Содан бала былай аударылмай қалған. Кішкене бір жағы су аздау екен, содан да ол аударыла алмай қалғаны. Оған енді қандай жағдайда мысалы оны түзетуге болады дейтін болсақ, ол әйел, ол келіншек жақсы жері иығын жоғары көтеріп орнына келтіргеннен кейін ертесіне кешке жақын роддомға кеттім деп звондады. Роддомға кетіп бара жатырмын, қол қатып барлығы туатын жағдайға келген. Көрдіңіздер ме? Сонда адамның мына ішкі организмде қасақана сүйек деген болады. Сол сүйекке, мына былай тұрған сүйекке баланың қолы, иығы, аяғы тұрып қалады да көбінесе қимылдай алмай қалады. Содан бұны қазақтар жүгінген деп айтады. Жүгіну деп айтады. Баланың іште жатып жүгініп қалуы деп айтады. Ондай жағдайда дұрыстап білетін адам көтеру керек. Ол қалай болса солай көтеруге болмайды. Ол келіншекті қарасам, жаңағы плацент төмен екен. Плацент бір жағы төмен орналасқан. Сондықтан оған өте ептілік керек болады. Кровотечение шығып кетпеу керек болады. Оған білетін ғана адам істеу керек. Мен соны көбінесе жүкті келіншектерге істеймін. Тағы да бір келіншек келді, осы кеше ғана. Токсикоз. Токсикоз өте қатты құсады дейміз ғой, жерік кезі ғой енді. Құса береді. Өзі жап-жас келіншек, екеуін ғана тудым дейді, қалған жетеуін түсік тастап қойдым дейді. Неден тастадым десем, осы токсикоздан тастадым дейді. Ал енді токсикозы сондай жеріктігі өте қатты келіншектер болады. Өте қатты, емдеу де мүмкін емес болады. Бірақ дегенмен ол жүктіліктің алдында емделу керек. Жүкті болғаннан кейін емделудің қажеті жоқ. Жүктіліктің алдында адамның организмінің барлығы денсаулығы өзіне баланы алып шығатындай жағдайда болу керек. Баланы алып шығатындай жағдайда болмаса, ол туу да өте қиын. Тек қана туу қиын емес, баланы 9 ай бойына өскен сайын оның жаңағы организмдегі аурулар балаға әсер етеді. Тіптен инфекциялы аурулар болатын болса, даун ауруы, ДЦП ауруы, тағы да басқа сол сияқты кем-кетік ететін аурулардың түрлері көп болады. Сондықтан мен мысалы токсикозы бар келіншектерге айтқым келеді. Мысалы ол келіншек 7 құрсағы көтердім, 5-еуі түсік тастап қойдым дейді. 2-еуі ғана тірі аман есен дейді. Анау келіншектің мысалы баланы ары қарата көтеруі екі талай жағдайда. Бірақ өзімнің методыммен кішкене емдеп жібердім. Жаман емес, жақсы. Кейін хабарласты, өте кішкене жақсымын деді. Енді керемет жақсы болып кеткен жоқ шығар. Дегенмен өйткені өте өзі нәзік организм өте әлсізденген екен. Сондай жағдайлар болады. Содан кейін маған жазады, мен токсикоз болып жатырмын. Мен не істесем болады, қандай дәрі ішсем болады дейді. Айналайын-ау келіншектер, ол дәрі токсикоз деген, ол жаңағы жеріктік болу деген, ол табиғаттың жаратылысы. Одан қашып құтыла алмаймыз. Біреуге жеңіл келеді, біреуге ауыр келеді. Бірақ тек қана бала көтерердің алдында емделіп, өзінің организмін дұрыстау керек болады. Ал енді токсикоздан қашып құтыласың деп айта алмаймын. Өзін ойлап, мысалы кейбіреулер өте жаңағы кеше келіншектікі өте қатты, ондай емес келіншектер болады. Мен құсып жатырмын, мен басқа болып жатырмын, тамақ ішемей жатырмын дейді. Ол өзі қандай тамақ ішкісі келеді, соған ыңғайланып, біркелікті тамақ емес, өзінің ыңғайына қарата ішу керек болады. Ал ол бір жағы, ондай болу табиғаттың заңы. Сіздер өздеріңіздің токсикозыңызды ойламаңыздар, мидан шығарыңыздар. Одан да баланы қалай өмірге ары қарата жетілдіруді ойлаңыздар. Өйткені көп келіншектерде сол өзін ойлайды да баланы ойламайды. Кейбіреулер сол баланы ішке бітіре алмай жатыр мысалы. Бала бітпей жатыр кейбіреуге. Ал бала біткен адамдар мен токсикозбын деп өздерін ойлайды. Сондықтан іштегі баланы да қатар ойлайық. Мидан біраз нәрсе, ми деген компьютер ғой былайша айтқанда. Біраз нәрсені мидан шығаратын болса, онда ол жаман болмайды. Ол балаға көңіл бөлсе, көңілінің бәрі балаға ауады да, жаңағы өзінің токсикозын тіптен ұмытып та кетеді. Бірақ ол уақытынша кейбіреудікі 3 ай болады, кейбіреудікі 4 ай болады, кейбіреудікі 2 ай болады, кейбіреудікі туар туғанша болатын токсикоздар да бар.
Сондықтан токсикоз болған екенмін деп өздеріңіз бір келіншек келді тағы да мен өте токсикозым қатты дейді. Қарап отырсам кеше келіншектікіндей токсикоз емес, жеріктік емес, жеңіл ақ жеріктік. Мен баланы алдыртайын деп едім, мен өйткені ары қарата туа алмаймын дейді. Өзіне өзі міне крест қойып қойды, өзіне өзі жауып қойды бала тууға. Ол бала қалай жетіледі? Ол балаға махаббат керек, іштегі жатқан балаға да махаббат керек. Ол өмірге келе жатыр. Ол ойламаңыздар келіншектер, іштегі бала түкті білмейді деп. Сіздер оны мәпелеген сайын, сіздер оған жақсы қараған сайын, сіздер жақсы тамақтанып, жақсы серуендеп, жақсы жаңағы жүріп, ауа жұтып, жаңағы балаға жағдай жасаған сайын, өзіңіздің де жағдайыңыз жақсы, баланың да жағдайы жақсы болады. Сонда сіздер ауру бала тумайсыздар, өздеріңіз де жақсы боласыздар. Сондықтан жерік болған, токсикоз болған келіншектер айналайын, мына ана болуға дайындық керек сіздерге. Ана дайындықпен ана болады. Дайындықсыз ана болса, жаңағыдай мен токсикоз болып жатырмын, құсып жатырмын, баланы алдырып тастаймын дейді. Ол бір баланы алдырғаннан кейін жаңадан өзі жүктілік болған, бірінші жүктілік шығар, екінші жүктілік шығар, әдетке айналып кетеді. Сөйтеді де баланы ары қарата организм әдетке айландырады. Баланы ары қарата көтеру қиын болып кетеді. Сондықтан құрметті келіншектер мен құрметті болашақ аналар, сіздер жерік бала көтерердің бұрын өздеріңіздің денсаулықтарыңызды дұрыстаңыздар. Кейде әрине білмей қаласыздар, көтеріп қоясыздар. Ондай жағдайда өзіңізді психологиялық түрде дайындаңыздар ана болуға. Баланы өмірден аман есен әкеліп, ауру емес, сау бала әкелуді ойлаңыздар. Сонда ғана біздер аман баланы өмірге әкелетін боламыз. Ал енді өте қатты токсикоз болған жағдайда олардың да емі табылады, оның да жолдары бар. Мүмкін тамақты таңлап ішіңіздер. Тамақты анан ішкіңіз келмесе, басқасын ішіңіздер. Сөйтіп тамақтың талғамы дұрыс болу керек. Сондықтан болашақтағы аналар сіздерге токсикоз болсаңыздар шошымаңыздар дегім келеді. Ол қалыпты жағдай. Аман болыңдар, аман баланы дүниеге әкеліңдер айналайындар. Дені сау болсын өмірге әкелген балалардың.